Қалайсыңдар, иә? Жақсы, рахмет. Қош келдің біздің осы жобаға, Альфия Ерсайын. Жалпы өзің туралы айтып өтсең. Менің жасым 16-да, қазан айының 1-ші жұлдызында дүниеге келдім. Мен осы Атырау қаласында дүниеге келдім. Байшанас дейтін ауылда. Отбасым қарапайым. Әкем, анам, ағам және апам бар. Осы жеңіске жету үшін мен өте көп еңбектендім. Менің руым Ысық. Ысықтың баймұратын. Өте жақсы. Ысықтың қыздары мис болады да, сонда да. Ұтыстан кейін ең бірінші SMS хабарлама кімнен келді? Мен жеңімпаз атанғаннан кейін ұялы телефонға өте көптеген хабарламалар келді. Мен оны қарап үлгерген жоқпын. Ең бірінші кімнен келгенін қарап үлгерген жоқпын. Бірақ сахнада тұрған кезде мені ең бірінші құттықтаған бұл менің ата-анам. Ата-анам болған болады. Сайыс алдында өз мүмкіндігіңе қанша пайызға сенімді болдың? Өз-өзіңе қанша сенімді болдың? Бұл сайысқа қатысқан соң әрбір қызда өзіне деген сенімділік болу керек. Мен ол сенімділігімді пайызбен, санмен есептемеймін. Ұтылған жағдайда жылар ма едің? Жыласаң қалай жылайсың? Жоқ, мен ұтылған жағдайда жыламас едім. Сайыстан соң интернет желісінде дауыстарды жасанды түрде көтермелеп алды деген видео шықты. Сол видео қаншалықты көңіліңді түсірді? Әрине, бұл мені мұңайтқан жоқ, себебі мен бұндай жағдайдың барлығына дайын болдым. Бұл видео әрине өтірік, оны әдейі монтаждап жасады деп ойлаймын. Қазіргі таңда мистарды немесе ең сұлу қыздар жағына көбіне айтады, интеллект жағы төмен деп ойлайды. Сұлулық деген интеллект бола ма оның ішінде? Болса да қандай болып қалыптасу керек? Әрине, әрбір қыз бұл ақылына көркі сай болу керек. Ең алдымен өзінің сыртқы келбеті де, ішкі жан дүниесі де сұлу болу керек. Осы мисс болғаннан кейін саған әртүрлі қоңырау шалған болар, әртүрлі азаматтар, азаматшалар, ұсыныстар болған шығар. Соның ішінде ең көп қандай саған звоноктар бар? Осы жеңіске жеткеннен кейін ең алдымен әрине құттықтаулар өте көп болды. Одан кейін маған ұсыныстар көп түсті. Жарнамалар, әртүрлі киноға түсуге, немесе клипке түсуге, әртүрлі әншілердің клипіне түсуге, таңғы бағдарламаларға, осы Атырауымыздың көптеген бағдарламасына, барлығына ұсыныстар түсіп, шақыртулар алып жатырмын. Жоспарда сенде клипқа түсу деген ой бар ма? Сен кімнің клипіне түскің келеді? Менің жоспарым әрине барлығы да бар, бірақ бұл алдағы уақытта көре жатармыз. Өзің жалпы негізі кімді ұнатасың? Скриптонитті ма, Жақалипті ма? Жақалип. Жақалиптің клипіне түскің келеді примерно. Примерно. Иә. Жақсы. Так. Әртүрлі шараларда әрдайым мисс Қазақстан коронасын шешпейсің. Қазіргідегідей, ол ұйымдастырушылардың талабы ма? Или өзің тиіп жүргің келе ма? Бұл ең алдымен ұйымдастырушылардың талабы. Осы атақты жеңіп алғаннан кейін келесі мисс Қазақстан тағайындалмағанша осы коронамен және лентамен жүреміз. Қазір лента не деді? Химчисткада? Жоқ, бұл киіммен лента тағу болмайды. Неге мисс Қазақстан қатысушылар кітап оқымайды деген стереотип қалыптасқан? Бұндай кітап оқымайды деген сөздер қазір тек қана мисс Қазақстан емес, қазір жастарға байланысты. Жастар туралы да айтылып келе жатыр, жастар кітап оқымайды деп. Бірақ тек қана кітапқа байланысты емес, білімді жастар өте көп, мисстардың арасында да білімді жастар өте көп. Кино ма, кітап па? Кітап. Мен білуімше, сен қазір педколледжде оқып отырсың? Иә. Екінші курс. Екінші курс студентісің. Мамандығың? Бейнелеу өнері және сурет пән мұғалімі. Художница. Иә, сурет салам. Өзің жақсы көресің сонда? Жақсы көргенде осындай қабілетім кішкене бар болатын. Фастфуд па или үйдің тамағы ма? Мен үшін үйдің тамағы ерекше. Бұрын сайыстарға қатысқан болатынсың. Сол кезде жеңе алмағанда ренжідің ба, көңіліңе алдың ба? Или олар саған наоборот көмек болды ма сол? Мисс Атырау байқауына мен 2 жыл қатарынан қатыстым. Алғашқы жылы қатысқан кезде мен 15-ке кіріп 3 номинация алдым. Бірақ жеңіске жеткен қыз басқа қыз болды. Әрине, мен оның жеңгеніне өте қатты қуандым. Алла бұйырса қатысқалы жатқан мисс Мира сайысында жеңетін мүмкіндігіңді қанша процентке бағалайсың?
мүмкіндік әрқашанда бар, ол үшін еңбектену керек. Әрине мүмкін әрқашан бар деп өзім сенемін. Давай сен мисс мир болдың да, бүткіл телевидение бәрі саған қарап отыр, там интернет бәрі шулап жатыр, халыққа не айтар едің? Ең алдымен мен осы мисс мира байқауының сахнасында ең алдымен Қазақстанды айтар едім, өзімнің Қазақстан елінен екенімді айтар едім. Қазақстандықтарға сәлем жолдар едім. Өзіңде сенде андай модельдердің арасында, мировой модельдердің арасында үлгі тұтатын моделің бар ма? Оларды өте қатты жақсы көріп, оларды үлгі тұтып, өмір бойы оларға қарап өтетін менде ондай қасиет жоқ. Мен әрбір танымал адамға қарап, оның жақсы қасиеттерін, ерекшеліктерін қарап, солардан үйренгім келеді, бірақ мен дәл сол секілді болғым келмейді. Өзіңе ұнайтын сондай танымал адамдар бар ма? Атап өте аласың ба? Жоқ, атап өткім келмейді. Мен себебі барлығын жалпы қараймын. Бірақ сен кішкентай кезінде біреуге қарадың. Бір какой-то бір история. Кішкентай кезінде я. Кімге қарадың? Теледидардан бізде топ модель по-американски дейтін бағдарламалар жүретін болды. Сол кезде мен кішкентай кезінде осы бағдарламаларды көріп, сондағы модельдерге қарап, мен де сол секілді болғым келді. Бірақ аттарын білмеймін олардың. Иә, олардың аттарын білмеймін. Әрине кішкентай болған соң тек қана теледидардан көріп, олардың жүрістерін қарайтынмын. Сол арқылы соларға қызығатынмын. Мисс Қазақстан болғаннан кейін өміріңде қандай өзгерістер пайда болды? Ең алдымен халыққа танымал бола бастадым. Барлығы мені біле бастады, тани бастады. Одан әрі қарай менің осы мисс Қазақстан болғаннан кейін әртүрлі шараларға шақырды. Осы халық арасында деген менің бір орным ерекше болып бастады. Бірақ өте қатты өзімді алып қарайтын болса, менде өте қатты ерекшелік болған жоқ. Ешқандай өзгерген жоқпын деп ойлаймын. Баяғыша сол баяғы Альфиясы. Иә. Петкоджиде оқитын, Бачиновскийдің қызы. Иә. Ең фанат көп қай жақта? Әрине Атырау. Жоспарың бар ма осы қоғамға өзіңнің бір жобаңды алып келуге? Болашақта тек қана модель немесе мұғалім емес, жастармен де жұмыс жасағым келеді. Оларға жастармен ақылдасып, кеңесіп, оларға да көмегімді бергім келеді. Жақсы, рахмет. Енді біздің қалайсың KZ бағдарламасының тұрақты көрермендері бар. Мисс болғысы келіп жүргендер бар. Иә. Мисстарға лайк басатындар бар. Соларға өзіңнің бір тілегіңді айтып жіберсең. Әрқашан өз-өзіңді дамыта білу керек. Сонымен қатар еңбектену керек, білімді болу керек. Әрі қарай өзіне мақсат қойып, сол мақсатқа жетуге тырысу керек. Ең алдымен барлық жетістіктің барлығы мақсаттан басталады. Сонымен қатар ең айтарым төзімділік керек. Мен ойымша біздің көрермендерге жақсы ұнайды деп ойлаймын. Рахмет саған. Сіздерге де рахмет. Табыс тілеймін, төзімділік тілеймін саған. Рахмет.